Үкімет елдегі көлік шығару ісін мықтап қолға алмақшы. Тіпті алдағы 2 жылда авто өндіріс көлемін 140 мыңнан 240 мыңға арттырмақ ойы бар. Биліктің жойқын жоспарына сенсек, бірден 3 заводтың бойына қуат бітеді екен. Мәселен, Шанған, Хаваль, Черри автомобильдердің шығаратын заводының құрылысы аяқталуға жақын. Жылына 90 мың бірлік автокөлік шығаратын болады. Ведомство басшысы мұнымен тоқтамақ емес. Шенеунік отандық компоненттермен жасалатын көліктерді көбейтуді де көздеп отыр. Мұны естіген автосарапшылар тіксініп қалды. Шенділердің амбициясын түсіне алмаған олар, үкімет сонша көлікті кейін қайда сатады деп аң-таң. Онда бұл тек қана жеңілдетілген льготное кредитование жалғастыру керек. 4%. Болмаса біздің нарық көлікке уже толды. Яғни шетелден кіретін көліктер бар, өзіміздің мелковозловой сборкаларымыз бар. Біз оны шетелге экспорттай алмаймыз. Қытай елі оны қабылдамайды, өзінің көліктері бар. Қырғызстанда көлік біздікінен арзан. Өзбекстан тек қана өздерінің маркаларымен жүреді. Түркменстан қарайтын сол, ол деген тіпті жабық мемлекет. Өндірістің санын арттыру көлік мәселесінде ол өте керек емес бізге.